Қайырлы күн достар, бүгін өздеріңізбен бикеш саусақтары деген өте тәтті торттың рецептімен бөліскелі жатырмын. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Алдымен табамызға су құямыз, отты жағамыз және қайнатамыз. Сәл қайнап атқан кезде суымыздың үстінен сары майымызды саламыз. Енді осы сары майды осы суға ерту керек. Жақсылап араластырамыз суда. Осылай қайнаған соң, еріген соң сары майымыз, ұнымызды саламыз. Отымыздың күшін азайтамыз және үздіксіз араластырамыз. Бастапқыда осылай әртүрлі болып оны көрініп тұрады. Бірақ араластыруды жалғастыра береміз. Жақсылап араластырған соң суымыз тартылып, осылай біркелкі болып шығады. Отымызды өшіріп, енді осыны басқа тапаға ауыстырып суытамыз. Толықтай суыған соң жұмыртқаларымызды жарамыз және миксермен үздіксіз араластырамыз. Осылай жақсылап араластырған соң, бізде дайын болған кезде қамырымыз, көріп тұрсаңыздар, осылай созылып тұрады. Сол кезде біздегі қамыр дайын болды деген сөз. Енді кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен басына насадка қойдым. Сіздер қалауларыңызша насадкамен істесеңіздер болады. Кондитерлік қапшыққа салсаңыздар болады. Болмаса салафан қалтасына отырып салсаңыздар болады. Болмаса тіпті шай қасықпен осылай пергамент қағаздың үстіне қойып шықсаңыздар да болады. Осы кезде пешті қыздырамыз. Қызып тұрған пеште бетін ашпай 30 минуттай пісіріп аламыз 180 градуста. Менде мұнда 2 лист шықты және осындай үлкен-үлкен болып шықты. Қаласаңыздар, кішірек қылатын болсаңыздар, насадкамен азғантай қылып салсаңыздар болады. Мен көбірек қылып салдым және осындай үлкен болғанын қаладым. Негізі осы дайын эклер деп атайды бұны. Ортасына крем салып ұсына берсеңіздер болады. Бірақ мен жаңағы тортымды әзірлеймін. Осылай суытып бір ыдысқа салып қойдым. Мендегі осынша шықты. Енді басқа ыдысымызға алып, салқын дүкеннің 20% қаймағын қосып жатырмын. Және сгущенка қостым. Осының үстінен қант ұнтағын қосам және барлығын жақсылап араластырам. Қаймақ қосқан кезде дүкеннің 20%-дан жоғары қаймағын, яғни қоюлау қаймағын қосуға тырысыңыздар. Қолдың да қаймағы бола береді. Енді осылай ыдысымыздың үстіне форма қойып, формам айнала салып жатырмын. Әр немді, эклерімді осылай аунатып. Сіздер қалауларыңызша формасыз да әр тарелкеге салып жасай берсеңіздер болады. Және ең соңғы осындай вафельный неге аунаттым. Бетінде тұратын 3-4 эклерге. Болған аунату міндетті емес. Мен вафельный крошкаға аунаттым. Қалған кремдерімізді осылай жан-жақтарына құйып шығамыз. Және бетін салафан қалтасымен жабамыз. Кем дегенде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Бізде крем толықтай сіңу керек. Менде мұнда бір түн тұрды. Кешкісін жасадым. Бір түн тұрды тоңазытқышта. Менде осындай болып шықты. Енді осы тортымыздың үстінен, бикеш саусақтарымыздың үстінен жемістер саламыз. Таңқурай салдым және киви салдым. Осылай сәндедім. Керемет дәмді болып шығады. Әсіресе
қаймақпен жаңағы немен жасалған соң бұл жаңағы диетический торттарға да жатқызуға болады. Себебі бұда жаңағы май жоқ құрамында кремнің. Осымен біздің тәттіміз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсеткелі жатырмын. Осылай керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, достар. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді ас, астарыңыз дәмді болсын.